менікі емес, бұл сөз бар еді ғой баяғыдан. Не үшін айтты? 14 жыл ма? Неше жыл? 14. Кішкентай келінге, капитан болған құтты болсын. Кішкентай келінге қарап, енеңнің ең екі жақсы көретін қасиетін айтшы. Дірілдеме, мүмкін айта бер. Бірінші енеңнің қатты жақсы, сен жақсы көретін мамаңның. Қай мінезін жақсы көресің, қай қасиетін жақсы көресің? Ан жаққа бар, бірінші емесін араласпа. Сыбырлап тұрғаныз? Еңбекқор дейді. Еңбекқор. Енең жұмсақ қойып жататын жақсы қойды. Екінші. Мейірімді, добрая. Добрая. Она видно, что добрая. У них сестре, мына кісі не деген аумай қалған. Бағана сіз келіп кеттіңіз ғой. Мен айттым, мына кісі неге киім ауыстыра береді деймін. Ан жақтан жүгіріп кетті, Сабыржан бастаймыз ба? Жоқ, бастама дейді. Мына кісі бастама деп кетеді да. Бір кесе жылтыр көйлектен, жоқ, мына кісі жылтыр көйлектен кетті. Балам бастаймыз. Жынды ма, мен ішіп алғанмын ба деп қарап тұрмын. Бұлай ойлаймын. Сөйтсе туған бауыр екен, рахмет. Осына бауырларына бір қошемет соқып қойықшы. Әлі дастарханға отырған жоқ. Сәке, шын айтам. Мен бәрін көріп тұрмын ғой. Мына кісілер әлі дастарханға отырып бір су ішкен жоқ. Мына тойды қатты сіздерден де қатты уайымдап жатыр. Ертең сіздердің балдарыңыздың тойында осы Күшенай менен Аружан Құдай қаласа еңбек қылсын иншалла. Бүгінгі тойларың құтты болсын. Алла нәсіп етсе Құдай қаласа бірінші ұл қыз не? Ұл. Сізде? Құдайдың берген. Дұрыс қой, мешітте тұрған жоқсың, айта берсейші. Айтып отырмын, әңгімен басын солай бастадым, Құдай қаласа деп, дұрыс па? Ұл деді күйеуің, сіздікі? Күйеуімен келісіп. Қай қаласы келісіп? Сол немеренің атын иншалла. Сіз қоясыз ба? Или көкем? Көке қояды. Кім қояды көке? Әрине мен қоямын ба? Атты сіз қоясыз. Бірақ атты торты тауып береді. Ассаламалейкум. Шын мәнісінде, қадірлі ағай, бүгінгі тойымыз қызықты өтсін. Мынау арақсыз той болып жатыр. Білесіздер ма, жетіскеннен арақты алып тастап жатқан жоқ. Жетіспегеннен алып тастап жатыр. Мен Секеңе бір риза болғаным, звондап маған айтады, Сабыржан, сен тойды халал басқарады екенсің ғой дейді. Я дедім, балдарым қалап отыр еді. Біз енді халал дегенге қатты жоқ едік негізінде. Бірақ сен үшін емес, біздің албандар Құданың разылығын емес, бірінші Құдайдың разылығын алған руымыз деді. Мен өте риза болдым. Я деп қояды онда әңгіме болған жоқ қой. Өтіріктен шығарып жатырмын ғой. Сондықтан бүгінгі тойымыз арақсыз той. Құдай қаласа жақсы өтеді. Шайнектің әруағы ұрып кетпесе нормальный болады иншалла. Шын мәнісінде албандар қара өлеңге құмар елсін, сен дағы арды өлеңге мұрагерсің. Албандарға тілейтін тілегім сол, бастарыңа бақыт құсы қона берсін. Албандарға жамандық ойлағанның тіл жағын жаратқаның бола берсін. Албандардың ұрпағын көбейтем деп екі келінің жыл сайын туа берсін. Немере шөбере шөпшектің жаялығын анау тұрған апалар жуа берсін. Осы тілек қабыл болсын деген албандар қолын көтеріп аямай шапалағын соға берсін. Туысқанбыз ғой. Сіздің ұрығыңыз кім? Албан. Мен просто дыны қоясын. Алдына телевизорды алып шығыңызшы. Бетеміз. Умра бір отбасына Секең менен Құдай қаласа тотының атынан кімге бұйыратын білмейміз, бірақ оны қазір шешеміз. Оған дейін лотереяны бастамас бұрын мына кісі кім болады? Секеңнің інісі ма? Атыңыз кім? Ғани. Осы кісіге бір қол соғайыншы. Рахмет сізге. Кіріп келсек, ан жақтан кіріп келсек, Сабыржан бауырым қош келдің, тамақ ішесің бе, шай ішесің бе деп айтқан жоқ. Мәз болып қой. Өзі жеп жатыр бағана. Аға тағы үлкендер болса,
үлкендерің ана кілемдерді ала салайықшы бері қарай. Бір 7, 8, 13-лік болса, 11-шін ұмыра қыламыз ақыр. Ой, міне, бауырлар қандай күшті. Қандай күшті, я бауыр болған. Аллаға шүкір. Дым істемейсің. Жұмсақ қойып, осындай бауырларға аман болсын. Тірі кезінде сыйласып құрметтейтін осы отбасынан дәл қазірдің өзінде Секе кішкентай ғана нәрсе болса да үлкен өнеге алуға болады. Қараш бауырларыңызы құмырсқадай қызмет етіп жүр. Бұл бауыр деген осындай болу керек міне. Ой, ағам мақтаған сайын кәдімгідей. Футбол кісішестіміз еді ғой. Үлкендерін беріңіздер, үлкендерін. Мен ана кісілер шығып кетсін. Кешу тобы, жолдарыңыз болсын. Тамақтан кейін темекі зор кетеді да. Бәріміз Абылайхан Аружан үшін екі қолды көтердік. Екі қолды көтереміз. Все поднимают ручки. Кім көтермейді, қолтығында проблема, бәрі көтерді. Көтерді ма? Енді маған қараңдар. Мен қазір 2 жасқа тілек айтам, қолды бір сілтейм, тік бір шапалақ. Абылайхан Аружан бақытты болсын. Бір рет қана, тақ. Абылайхан Аружан бақытты болсын. Абылайханға Аружан 10 бала тапсын. 5-еу ұл, 5-еу қыз. Аясаңыз. Абылайханның мамасы Тоты 110 жасасын. Сека 96. жетеді. 90-нан кейін кімнің бай екенін ұмытып қаласыңыздар да. Көңілің қалай босасын, жырдан маржан шашасын. Бір Алладан тіледім, Албанның ұрпағы қияметке дейін жасасын. Бірің Жаркен, бірің Талдықорған деген жерденсіңдер, Алматы деген мекенге келгенсіңдер, Алматыны қазақ қылған айналайын албандар сендерсіңдер. Қыштайтын ба? Мықты. Любой руға айта беремін. Наймандар болса, наймандар сендерсіңдер деп болса. Айтпақшы, менің руым кіші жүз 12 ата байылы Таз деген рудамын. Адай Таз, кіші жүздің баласының ғой негізі. Сіздер орта жүзде, ұлы жүзді. Ұлы жүз. Бәсе, ұлы жүздер кіші жүзді жұмсақ қойып, кайфовай дейді, отырқ десе бошы ма? Кіші жүздің баласы ұлы жүздің тойына келгенде, ұлы жүз ұлылығын білдіріп, кішірейіп бір шапалақ соқса қалай болады, да? Короче, бұлай, Анжақа барындар қазір деқала бос өйтсейм, анжақа барындар. Абылайхан, пап, мамаң бұлай айтты. Артқа қара, сыйлықтарды көрдің ба? Сол деді, кішкентай сыйлықтарды өзімізге бер деді да, үлкен сыйлықтарды... Түсін ба? Кішкентай сыйлықтар өзіміздікі, үлкен сыйлықтар құдалық. Тура менкінде қайталай. Кішкентай сыйлықтар кімдікі? Өзіміздікі? Үлкен сыйлықтар. Құдалар. Құдалар емес. Сен қайын жұрттың бол, құдалар демейсің, бетесің. Түсінбей қалдың ғой. Кішкентай сыйлықтар кімдікі? Өзіміздікі? Үлкен сыйлықтар. Ендеше, лотереядан тыс ең бірінші сыйлықты бір құдаша шақырып беріңізші. Кім бар? Сестра, сестренка, жеңге. Айнұр. Кім болады? Бөле сестрам. Бөле сестра. Айнұр